Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз Pinduoduo сайтына регистрация жасайтын боламыз. Ол үшін App Store немесе Play Marketке кіріп, поисққа Pinduoduo деп жазасыздар. Мұны Pinduoduo деп жазасыздар. Сіздер жоғарыдан санағанда үшінші приложение бізде Pinduoduo приложениесі. Установить дегенді басамыз. Жүктеп аламыз осы приложениені өзімізге. Бізде қазір загрузка жүріп жатыр. Почти болды. Міне бізде загрузка жүктеліп болды. Енді открыть дегенді басамыз. Міне бізде приложение ашылып жатыр. Жасыл кнопканы басамыз. Енді осы жерден жасылды баспайсыздар. Ол WeChat арқылы тіркелу. Астындағы көк сілтемені басамыз. Көк сілтемені басқанда, егер осылай ашылатын болса, сіздерде онда приложениеден шығып, обновить етіп, қайтадан кіріңіздер. Міне біз қайтадан приложениеге кіріп жатырмыз. Астындағы оң жақтағы домалақтың үстін басасыздар. Осы жерден қайтадан көк жазудың үстін басамыз астындағы. Міне бізде енді дұрыс ашылды. Сіздерде де осылай ашылу керек. Плюс 86 деп тұр. Бізде плюс 7 деп басталады номер. Ол үшін жоғарыда міне оң жаққа қарай стрелка тұр. Соның үстінен басасыздар. Осы жерден плюс 7 деп басталатын номерді тауып аласыздар. Ол бізде Россия. Ештеңе етпейді, біз сонымен тіркелеміз. Міне Е дегеннің астында бізде плюс 7 деп жазылып тұр. Осыны үстін басасыздар. И телефон номерлеріңізді жазасыздар. Билайн, Теле2, Актив, өздеріңіз кез келген номерді жазып тіркелсеңіздер болады. Бірақ актив номерлерімен тіркелсеңіздер SMS тезірек келеді. Бізде бірінші попыткадан SMS келмеу мүмкін. Ол қалыпты жағдай. Өйткені бұл Қытайдың өзінің сайты болғандықтан бізге код өте баяу келеді. Актив номермен тіркелсеңіздер тезірек келеді код. Бізде уже бірінші попыткада SMS келген жоқ маған код. Қайтадан қызыл жазудың үстін басамыз. Міне астындағы. Қайтадан бізде астында минуттар жүріп жатыр. Екінші попытка бізде. Бірақ код әлі келген жоқ. Қайтадан уже 1 минутымыз өтіп шықты. Менде код келді. Міне осы жерге жазасыздар. Екіншіден кейін менде код келді. Міне осындай бет сіздерде ашылу керек, егер тіркелген болсаңыздар. Тағы да көз жеткізу үшін астындағы оң жақтағы домалақ тұр ғой, соның үстін басасыздар. Міне қарасаңыздар жоғарыда телефон номерлеріңіз жазылып тұрады. Тіркелдіңіздер деп.